Ассаламағалейкум. Эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Үсенбек. Бүгін мамырдың 30-ы күн сәрсенбі. Астанада бүгін кезекті мәрте әлемдік және дәстүрлі діндер съезі басталды. Форумда Қазақстан президенті барлық дәстүрлі дін өкілдеріне ортақ ғаламтор ресурсын құруды ұсынды. Ұлт өкілдерінің пайымдауынша әлемде жаһандық дағдарыстың жаңа бір лебі пайда болған. Рухани, моральдық. Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдегендей, бүгінде жалған бостандықты дәріптеу белең алған, ал адал еңбектің орнын алаяқтық басып жатыр. Дағдарыс дінге де дендеп енуде деген елбасы дәлел ретінде діни кітаптарды, мешіттер мен шіркеулерді өртеу жайттарын алға тартты. Ортақ ғаламтор мәселені ортақтасып шешуге сеп керек дейді. Так высочайшие информационные технологии. Ұлттарды бірлікке шақыру миссиясы жүктелген алдыңғы қатарлы ақпараттық технологиялар мен заманауи байланыс жүйелері адамдарды ажыратып, жіктеу, қоғамға іріткі салу мақсатында жиі пайдаланып кетуде. Ғаламтор желілері әлем білімді насихаттаудың орнына көп жағдайда анайылықты, жалғандық пен зұлымдықты, адамдар түйсігін төмендетуді насихаттауға бағытталып жатқаны ақиқат. Съезд қожайыны барлық діндерге ортақ ғаламтор жүйесін құруды ұсынды. Адам құндылықтарынан, амбициялардың асып тұрғанын дін көшбасшылары да айтты. Күнә жасау күнделікті қалыпты үрдіске айналып бара жатыр деп қынжылған діни көшбасшылардың арасында бұл жолғы маңдай алысы Мәскеу және бүкіл Ресей патриархы Кирилл болды. Ал ереверлердің басы раввины Шломо Амар қазақ лидеріне тарту жасап, Нұрсұлтан Назарбаев жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды деп мәлімдеді. Съезде адами құндылықтар дағдарысының өзекті екені байқалды. Сөз алған дін лидерлері берілген регламенттерден асып кетіп жатты. Ақш христиандарының жетекшісі оның елімен діни қауымы жуырда Құранды өртеген оқиғаны қатаң сынайтынын жеткізді. Әлем діндер көшбасшыларының алдында ол Құранды өртеген американдық пастор Терри Джонс ешкім емес деп ақталды. Ол маргинал. Америка қоғамында, Америка христиандары мен протестанттарынан ерекшеленгісі келді. Оның қауымдастығы 15-20 адамнан ғана тұрады. Сондықтан оның әрекеті Америка христиандарының ұстанымын білдірмейді. Бұл уақытта Ресей президенті Владимир Путин Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ парламентін құру туралы бастама көтерді. Оның айтуынша Қазақстан, Ресей және Беларуське ортақ экономикалық мәдени ортақ құру керек. Әзірге жаңа институттың құрылымы қалай болары белгісіз. Бірақ қазақстандық сарапшылар бұл ойды елдің тәуелсіздік секілді мызғымас қағидасына қайшы деп бағалайды. Путиннің Қазақстан, Ресей және Беларусь одағы негізінде Еуразиялық парламентін құру туралы бастамасын қазақ қоғамы наразылықпен қабылдап отыр. Саясаттанушылар мұны батыспен араздасқан Кремльдің өзі басқаратын жаңа одақ құруға ұмтылысы деп бағалайды. Расул Жұмалының ойынша халыққа референдум арқылы шешілетін мұндай ойды биліктегілердің өзара шешуге тырысуы осыны меңзейді. Путин Медведев бастаған мейлінше тездетіп, мейлінше асықтырып отыр. Көздеп отырғаны, ең бірінші басымдылық беріп отырғаны бұл саяси жоба. Путин мен Медведев үшін баяғы сол кеңес заманының қалпына келтіру, Ресейдің үстемдігін кеңес заманының жағдайына қайта соны жаңғырту. Батыс басылымдары Путиннің соңғы қадамдарын кеңес одағын қайта құруға ұмтылу деп бағалайды. Путиннің КСРО-ның ыдырауын 20 ғасырдың ең ірі геосаяси апаты деп бағалағанын еске салады. Әзірге ресми сұлбасы жоқ одаққа Қазақстанға, оның ішінде оның лидері Назарбаевқа қандай орын тимек. Ресей президенттің алғашқы сапары өзі үнемі стратегиялық әріптесі деп атайтын Қазақстаннан емес, Қытайдан басталуы ақсақал президенттің көңіліне тимей ме? Оппозициялық саясаткер Болат Әбілов мұндай саяси ыңғайсыздықтарға қарамастан Назарбаев Еуразиялық парламентке мәжбүрлі түрде келісім береді деп санайды. Президент біледі қалай ертең не болады. Бірақ ол не ойлайды? Ресеймен бірге болсам, менің билік тағы 20-30 жыл болады. Сондай жоспар, сондай ой, басқа жоқ. Тек қана билікті сақтаймын деп. Жай өзім бөлек болсам, кім біледі не қалай болады? Ертең менің артында Ресей болса, Ресей кім біледі? Ертең қандай осы жерде оқиға болса, аскерді алып келсе, басқа мәселелер болса, олар толық қолдайды Назарбаев. Неге? Назарбаев оларды толық қолдайды.
Қазақстанның осыған дейін Ресеймен құрған кедендік одағы ел үшін айтарлықтай оң өзгеріс әкелмеді. Экономистер экспорттың жартысынан астамы қазба байлықтардан тұратын Қазақстан енді іс жүзінде Ресей мен Беларусьтың шикізат шылауына айналады деп санайды. Ресей кәсіпорындарының Қазақстаннан сатып алған шикізатты тауар күйінде елге қайта сатып жатқанын жиі кездеседі. Кеден одағының әсерімен бизнес бағасы мен азық-түлік бағасының өсуі де бұл одаққа жақсат әкелмеді. Сказать, что мы получили большие плюсы, говорить об этом не приходится. Кедендік одақтан пайда таптық деп айтуға келмейді. Менің түсінігімше кедендік одақ таза экономикалық сипатқа ие болуға тиіс. Алайда мұнда тағы да басқа елдің саяси мүддесі алға шықты. Нәтижесінде өндірісіміз құлдырап кетті. Баға өсіп, халықтың қалтасы қағылды. То здесь шла впереди политика. Әзірге Еуразиялық одақ пен оның парламентінің тағдыры 2013 жылы белгілі болады деп көзделуде. Алайда сарапшылар мұндай парламентке кедендік одақтағы секілді Ресейдің үлес салмағы басым болатынына шүбә келтірмейді. Мұндай жағдайда терезесі тең дәрежеде әңгіме құрудың өзі қисынсыз естіледі. Сарапшылар қазақ билігі авантюраға көбірек ұқсайтын мұндай келісімге баратын болса, қоғамның үлкен наразылығына ұшырайды деп болжайды. Гүлжанат Пірімбет, Серік Қаржабаев, Қазақстан, Алматы. Ядролық отын банк ашудан Қазақстанға экономикалық немесе коммерциялық пайда жоқ. Есесіне саяси ұпайы түгенделеді. Бүгін Атом энергетикасы комитетінің төрағасы Тимур Жантикин Астанада өтіп жатқан атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану жөніндегі ТМД елдерінің мемлекетаралық комиссиясының 13-ші сессиясында осылай деп мәлімдеді. МАГАТЭге тиесілі 60 тонна ядролық отын банктері Үлбі металлургиялық зауытында оны расталатын бұған дейін де айтылып келген еді. Жантикин мырзаның айтуынша Үлбі комбинаты кеңес заманында атом реакторларына отын даярлап келді. Оның 3000 тоннаға арналған сақтау қоймасының бірі бұрышында ғана жоғарыда аталған отын орны расталады дейді. Ирандағы атом бағдарламасы алаңдатқан ақш бейтарап халықаралық банк құру идеясын ұсынып, оны Кувейт, Норвегия, Еуроодақ елдері қолдаған. Төрағаның айтуынша, МАГАТЭнің құзырына жататын сол халықаралық банк енді Үлбі металлургия комбинатына ядролық отын банктерін орналастырады. Қауіпсіздік тұрғысынан техникалық келісімдерге қол жеткізіледі деп мәлімдеді Жантикин. Это не коммерческий проект. То есть вот что даст там. Бұл коммерциялық жоба емес, бүгін 5 теңге салып, ертең 10 теңге алдың деген әңгіме емес. Бұл жобаны таза саяси қадам деуге болады. Яғни біз ядролық қарудың таралмауы үшін күресудеміз ғой. Міне сол атом қаруын таратпау режимін нығайтуға қосқан біздің үлесіміз. Шағын ғана үлесіміз болғанымен саяси мәні зор. Война какая-нибудь, да? Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды қамауға жол жоқ. Осылай деген бір топ азамат қол жинап жатыр. Жаңаөзен нет порталында жарық көрген тізімге қазірдің өзінде 200-ге жуық адам қол қойған. Олар өздерінің саясаткерлердің үстінен қозғалған қылмыстық іс алаңдататынын айтып, билікті қуғынды тоқтатуға шақырады. Біздің бұл екі азаматтың ғана фамилиясын атауымыз басқа да әлеуметтік араздық және жаппай тәртіпсіздік баптарымен істі болған азаматтарды кінәлі деп санайды деген сөз емес. Алайда бұл баптар бойынша тек саясаткерлердің ғана емес, зиялы қауым өкілдерін, әлемге танымал режиссер мен жас талантты журналисті істету бізді ерекше ойлантады. Біз билікті асығыс шешім қабылдамай, кейін өздерін ұятты етер, сорақы тірліктен сақтануға шақырамыз. Бұл уақытта Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот процесі жарыссөздерге көшеді. Судья тараптардың сөз жарысын алдағы жұмаға белгіледі. Сот процесінің бүгінгі отырысы кезінде сотталушы Орақ Сарбөпиевтің өзіне сөз берілді. Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі оған тағылып отырған 3 айыппен де келіспейді. Бұрынғы әкім қаланың дамуына қосқан үлесі мен тұрғындарға жасаған қайырымдылығы туралы әңгіме қозғады. Оған қоса Сарбөпиев куәгерлерге қысым жасап жатқан болуы керек деп қаржы полициясын сынға алды. Естеріңізге сала кетейін, бұрынғы әкімге 3 түрлі айып тағылып отыр. Қызметін асыра пайдалану қылмысымен қоса үлкен көлемде пара алды деген айып бар. Оның адвокаты Марат Қозыбағаров дәлелдер жеткіліксіз деп есептейді. Айта кетері жайт, бүгінгі отырыс барысында судья жарыссөздерге бірнеше мәрте шақырғанымен тараптар оған дайын еместігін айтып, сұралған куәлерді тағы да жауап қалды. Кешке қарай ғана судья жарыссөздер күнін белгіледі. Сонымен Сарбөпиев ісі бойынша жарыссөздер маусымның 1 күні басталады. Қазақ алтын компаниясының басшылығы жұмысшылардың талабына құлақ асты. Арнайы комиссияның отырысына қатысқан шенеуніктердің айтуынша, компания әкімшілігі қысқа мерзімде жалақыны көтеру және еңбек жағдайын жақсартуды қолға алмақ.
Естеріңізге сала кетейін, компания кеншілері еңбекақыны көтеруді талап етіп, бір күндік ереуілге шыққан еді. Арнайы комиссияның отырысында жұмысшылар ұжымы басшылыққа өз талаптарын берген. Қазақалтын өз кезегінде талаптарды 3 күн ішінде қарастырып, маусымның 5 күні жауап беруге уәде еткен. Қазір фабрика мен барлық қосалқы цехтар жұмыс істеп жатыр. Сіз Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыз. Білім министрлігі ойланбай шешім қабылдамайды. Бүгін министр Бақытжан Жұмағұлов депутаттардың сынына қатысты осындай уәж айтты. Естеріңізге сала кетсек, осы айдың басында мәжілісмен Төлеш Кенжин премьер-министрдің атына сауал жолдаған. Коммунист депутат білім министрлігінің биылдан бастап колледж түлектерінде бірыңғай тестілеу тапсыруға міндеттеген сынға алған болатын. Әлихан Темірханов ұлттық тестілеуге дайындалып жүр. Биыл колледжді тәмамдап, қаржыгер мамандығын алып шығады. Ол білім министрлігінің жоғарғы оқу орнына түсу үшін колледж бітіргендерді бірыңғай сынақ тапсыруға міндеттеп қойғанына қайран қалған көп студенттің бірі. Мысалы, кейбір балалар школдан қашып енді тапсырмас үшін колледжге кетеді. Енді қазір тест шықса, 11-ге дейін оқитын болады көбісі. Таныстар бар, көп таныстар бар, қарсылық білдірген, қарсылық білдірмейді, просто дұрыс еместігін айтады. Бір ай қалғанда осындай заңдар шығарып істеп жүрген. Әлихан сияқты мыңдаған жас тестке түбегейлі қарсы емес, тек оның аяқ асты пайда болғанына наразы. Олардың наразылығы осы айдың басында парламентте де көтерілген. Коммунист депутат Төлеш Кенжин әріптестеріне колледж түлектері тестілеуден өтпесін деп үндеу тастап, премьер-министрдің атына сауал жолдаған болатын. Для выпускников колледжа колледждің түлектері қазір маусым айының соңына белгіленген қорытынды мемлекеттік аттестацияны тапсыруға және дипломдық жобаларын қорғауға дайындалу үстінде. Колледж түлектері 2 жыл бұрын математиканы, физиканы, биологияны, географияны оқыды. Көбінесе қысқартылған бағдарламамен. 11 сыныптан кейін оқуға түскен колледж түлектері бұрын жоғарғы оқу орнындағы кешенді тестілеуді бастан өткөрді. специальным дисциплинам. Төлеш Кенжиннің айтуынша білім министрлігі шешім қабылдарда асығыстық танытып, 100 мыңдаған азаматқа зиян келтіретін қадамға барған. Бірыңғай тестілеу төңірегінде туындаған дау туралы арада айға жуық уақыт өтсе де білім министрі ләм деп пікір білдірмеген. Бүгін Бақытжан Жұмағұлов егжей-тегжейлі ойластырылмай ешқандай шараны іске асырмайтындарын алға тартып, керісінше депутаттардың мәселенің байыбына бармай шу шығаратынын сынға алды. Біздің министрлікте ойластырылмайтын шара болмайды. Бұл мәселені біз 1 жыл бойы айтып келе жатырмыз. Оны нағыз сараптап, біз қоғамнан өткіздік. Біздің жаңағы облыстық білім басқармаларының бастығымен, біздің жаңағы университеттердің ректорларымен, колледждердің бастығымен нақты сараптап, біз оны өкіметтің отырысында қарап шығарып отырмыз. Кейбір депутаттар естімеген болса, менің бұған кінәм жоқ. Жаңағы ат үстінде ести салып, бұны ойланбай істелінген нәрсе десе, ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Билік басындағылар өзара уәж алмасып жатқанда Әлихан курстастармен бірге алдағы сынаққа дайындалуға ден қойған. Бұларда басқа амал да жоқ, тек бірақ тілек бар. Енді қандай да бір өзгеріс енгізерде ертерек ескертсе екен деп сұрайды. Нұрбол Қапешев, Нұрболат Исаев, Сәкен Айсенов, Қазақстан, Астана. Семейде 19 ғасырда Федор Достоевскийдің айдауда болған жылдары тұрған ғимаратын бұзып жатыр. Өлке танушылардың айтуынша кезінде бұл жер атақты жазушының атына ашылған алғашқы мұражай болған. Бұл ғимараттың іргетасынан бастап шатырына дейін қайта қалпына келтіруге немесе жөндеуге жарамайды. Сондықтан бұл жерді бұзып, орнына жаңа ғимарат салу керек. Здесь только надо. Шенеуніктер болса, бұл ғимаратты еркескер қатарына енгізбек түгілі жеке адамдарға қайта құрылысқа беріпті. Достоевскийдің 5 жыл бойы қызмет еткен ғимараты енді Халық банкіне тиесілі. Бірнеше күн бұрын құрылысшылар келіп, бұзу жұмыстарын бастағалы жатқанда, халық алаңдаулы болып, үнсіз қалмаған еді. Өлкетанушылар облыстық әкімшілік пен премьер-министрдің кеңсесіне хат жолдаған. Алайда облыстық әкімшілік 1795 жылы салынған бұл үйдің мемлекетпен қорғалмайтындығын жеткізген. Сонымен бұзылып жатыр. Музей Федора Михайловича Достоевского. Бұл ғимарат ескерткіштер тізіміне енгізілді деп Федор Достоевскийдің өлкетану мұражайына облыстық тарихи мәдени мұраларды қорғау мекемесінен факс келген. Алайда Халық банкі ешқандай шу шықпас деп ғимаратты бұзып, басқа жағдайлардың алдын алуды жөн көрген сияқты. Просто-напросто снести, что потом
Қазақстанда іс жүзінде сөз бостандығы жоқ. Алматыда бас қосқан посткеңестік елдердің құқық қорғау ұйымдарының өкілдері мен медиа сарапшылар елдегі баспасөздің жағдайына алаңдап отыр. Олардың айтуынша Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылдаған сөз бостандығы туралы заңнамаға қол қойғанымен шын мәнісінде аталған құжатқа кереғар әрекет жасалып жатыр. Для борьбы с цензурой законы не помогают. Билік тарапынан жасалатын қысым мен бақылауға қандай заң қабылдасаң да оның көмегі болмайды. Цензурамен күресу үшін ең алдымен журналистердің азаматтық позициясы мен қоғамның не талап ететіндігі айқындалу керек. Демек, журналистер қызметіндегі еркіндікті талап етіп, соған қоғам көмектессе, қандай да бір нәтижеге жетуге болады. Аталған екі топтың арасында тығыз байланыс болуы тиіс. И от общества должны быть вместе. Freedom House ұйымының соңғы мәліметі бойынша Қазақстан сөз бостандығы бойынша 179 елдің ішінде 175-ші орынға тұрақтап, билік тарапынан қысым көретін елдердің көшін бастап келеді. Сарапшылар посткеңестік елдердегі бостандық мәселесіне қатысты жағдайдың ұқсас екенін алға тартады. Дегенмен билік тарапынан қысымға ұшырайтын елдердің алдыңғы қатарындағы Грузия, Қазақстан, Өзбекстан мен Қырғызстан секілді ұқсас режимдегі мемлекеттерде жуық арада бақылаудың тыйылатынына күмәнмен қарайды. Бұл елдерде мемлекеттік шенеуніктер баспасөздің қожасына айналған. Сарапшылар Қазақстан билігі сөз бостандығына көзқарасын өзгертпейінше, бұқаралық ақпарат құралдарының 4-ші билік ретіндегі рөлі туралы сөз қозғау мүмкін емес деп түйіндейді. Знают ли наши читатели, пользователи? Қарапайым көпшілік оқып көріп жатқан бақтардың иелері кім екені біледі дегенге күмәнім бар. Кез келген ақпарат құралдарының веб-сайтына кіріп қарасаңыз, иелері туралы мардымды ақпарат жоқ болып шығады. Олардың кім екені, қандай қосымша бизнеспен айналысатын туралы деректер баршаға қолжетімді болуы керек. Говорит о том, кто на самом. Таяуда Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумаровтың Алматы атауын Алма Ата деп ауыстыру қажет деген ұсынысы қоғамда қызу талқыға көшті. Астаналық депутаттарда пікірлерімен бөлісті. Экс-мәжілісімен Бақыт Сыздықованың айтуынша, оған Алма Ата атауы жайлы естіледі. Бірақ қала атауын өзгертудің дәл қазір қажеттілігі жоқ. Мне кажется, что все-таки... Бұл жерде менің ойынша тұрғындар пікірін зерделеген дұрыс сияқты. Әрине, мен референдум жасайық деуден аулақпын. Оған себеп те жоқ. Дегенмен де қоғамның пікірмен санасу керек. Әйтпесе бізде алдымен жасап алады да, сосын халықтан сіздерге ұнай ма деп сұрайды. Алдымен халықтан сұрау керек, сосын жасаған дұрыс. Спросить, наверное, у людей. Алма Ата деген нәрсе негізі ол орысшаға бұрылып айтылған нәрсе сияқты. Алманы ешкім ата деп өмір айтпайды қазақ тілінде. Алма аты десе, әрине ол біздің қазақ тіліне жақын сияқты. Менің ойымша тіл жағынан да дұрыс емес, екінші жағынан оған үлкен қаржы жұмсап та керек жоқ. Елімізге қаржы басқа да жұмсайтын жерлер толып отыр. 1932 жылғы аштықты, яғни нәубетті саяси қуғын сүргіндермен бір санатқа жатқызу керек. Бүгін Алматыда бас қосқан қоғам өкілдері осылай деп мәлімдеді. Сондықтан қоғам мамырдың 31 күні 37-ші жылдардағы саяси репрессия құрбандарымен қатар аштықтан көз жұмғандарды еске алу керек. Жалпы саяси репрессия туралы айта келіп, мына ашаршылықты екінші планға қалдырып келе жатырмыз. Негізі халқымыздың басына түскен, сол кездегі совет үкіметі аталатын үлкен мемлекетте Поволжьеде болған аштық бар, Украинада болған аштық бар, басқасы бар, бірақ ең қиын соққаны қазақтарға болды. Бұның бәрінің астарында негізі саясат жатыр. Сол саясаттың кесірінен әсіресе 1925 жыл Қазақстанға басшылыққа келген Голощекиннің солақай саясатының кесірінен бүкіл елді ел қылып отырған байлардың малдарын тартып алды да, ақырын 31-32 жылғы аштыққа келіп ұрындырды. Сол бір нәубет кезінде қырылған халықтың саны әлі нақтыланбай келеді. Түрлі дерек бойынша 2 миллионнан 4,5 миллионға дейін сандар келтіріледі. Бұл тек 31-32 жылдардың нәтижесі. Және негізінен тұяқ, мүйіз салығы секілді ақылға сыйымсыз салық салу арқылы малынан айырылған қазақтар көп қырылды. Тарихшылар аштықтың қолдан ұйымдастырылған ресми түрде мәлімдеп, кеңес үкіметінің қазаққа қарсы жүргізілген солақай саясатына баға беру керек дейді. Аштық тарихын зерттеушілер аштықты бүркемелеу үшін Қазақстанды автономиядан одақтас республика ретінде Ресейден бөлген айтады. Алайда тәуелсіз елдің тәуелді парламенті саяси баға беруге жалтақтап келеді дейді олар. Күні күнге дейін аштыққа саяси баға берілген жоқ. Украина берді білесіздер, Украина кінәліндатады, Сталиннен бастап өз ішінде адамдарды, біздер әлі оған барған жоқпыз. Бұл біздің партиялардың да кінәсі.
Өйткені біздің жетекші партиямыз отыр, негізінен отырғандар осында халықтық мәселе күн қатпау, енді оны ақтауға болмайтын нәрсе. Меніңше бұны парламент ақтауға болмайды бұл тұрғыда. Бұның баяғыдан парламент істейтін нәрсе. Сонымен Қазақстан үшін өткен ғасырдың зұлматына айналған 30 жылдардағы ашаршылыққа биыл 80 жыл. Осыған орай Павлодар қаласында көрме өтті. Осы уақытқа дейін құпия сақталып келген құжаттар және ашаршылық туралы деректер көрмеге қойылды. Құжаттар мемлекет мұрағатынан алынған. Бұл шараға тарихшылар, ғалымдар және қасіретті нәубетті көзбен көргендер қатысты. Мен ашаршылықты өз көзіммен көрген адаммын. Адамдардың аштан қалай қырылғанын көрдім. 32 жылы азық-түліктің барлығы тегістей бітті. Тек оның болмашы кебегі ғана қалғанын анам айтып отыратын. Талай жылдан бері жарыққа шықпай келген Голошекиннің хаттары енді оқылып жатыр. Оның есімі тікелей қазақ даласындағы аштықпен және геноцидпен тығыз байланысты. Дәл осы хатта Голошекиннің жасаған қиянаты туралы Иосиф Сталинге жазылған қазақ зиялы ұлтшылдарының үндеуі де бар. Сонымен бірге жарияланған құжаттардың ішінде қолдан жасалған аштың қазақ еліне тигізген зардабы жазылған. Сол тұстағы басшылықтың келтірген деректерінде ауызша айтылған адам өлімдері туралы мәліметтер келтіріледі. Мәселен, бір ғана есеп бойынша Павлодар облысында 2 аптаның ішінде аштықтан көз жұмғандардың саны 400-ге жеткен. 20 жылдардағы аштықта қазақ даласына азардап әкелген жоқ. Айналдырған 10-15 жылдың ішінде қазақ халқының жартысына жуығы қаза болды. Зерттеушілердің айтуынша, мұндай қасірет әлем тарихында болмаған. Сол жылдардың зұлматын көзбен көргендер, әр қазақ бұл зобаланға толы оқиғаны білуі тиіс дейді. Ертең осы жерде аштық жылдарының құрбандарына ескерткіш орнатылмақ. Алда келе жатқан 1 маусым балалар күніне орай ұлағатты жанұя қоғамдық қорының ұйымдастыруымен балаларды кімнен қорғаймыз атты жиын өтті. Оған қатысушылар бүгінде өздерінің бала өміріне қаншалықты алаңдайтынын жеткізіп, олардың балалық шағын шынайы бақытты етуге барша қоғам болып атсалысуға шақырды. Сонымен қатар, елдің демографиялық жағдайын жақсарту үшін ана капиталын ұлғайтуды халық болып биліктен талап ету керектігі де айтылды. Егер де біз жиналып ана капиталына байланысты президентке хат жазатын болсақ, бұған қосылатын халық көп жиналатын болса, бізді сонда ғана естиді. Ал қазіргі қоғамда өз-өзіне қол жұмсау мен педофилдердің көбеюіне байланысты психолог Анна Құджиярова ата-аналарға өз балаларына көбірек көңіл бөлуге шақырып отыр. Әсіресе бала тәрбиесіне уақыты жете бермейтін әкелерге айтары да көп маманның. Сондықтан әке, шеше, ата-ана өз балдарыңызды өздеріңіз жақсы көріңіздерші, сүйіспеншіліктеріңізді аямаңызшы. Әсіресе менің қарным ашып, жылап ашуым келетін әкелер. Әкелер қайдасыздар? Неге балаңыздың тәрбиесіне қатыспайсыздар? Бәрлігін өзіңіздің әйеліңізді жүктеп қойдыңызда, енді ол қызыңыз жылап жүрма, ұлыңыз жылап жүрма, сізге бәрібір болғандай. Сіз арақ ішіп жүрсіз, сіз казиноға барып жүрсіз, мүмкін жақсыларыңыз жұмысқа да барып жүрген шығарсыздар. Сондықтан бізде әкелердің тәрбиеде, отбасыда орны азайып қалған сияқты. Сондықтан қазақтың жігіттері, қазақтың отағасы, сіздер қайдасыздар? Мүмкін сіздер болсаңыз, осы бүгін біз шырылдап осы жерде отыратын бедік. Алматыда дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі 10-шы рет шымылдырығын ашты. Биыл қызыл кілем үстімен Оскардың 8 жүлдесіне ие болған «Кедейден шыққан миллионер» фильмінің актері Дева Паттел, ресейлік актриса Наталья Панова, режиссер Егор Кончаловский мен Линда Нигматуллина мен өзге де белгілі адамдар жүріп өтті. 3 күн ішінде әділ қазылар Еуропа мен Азияның бірқатар елдерінен келген 53 фильмді бағалайды. Бұл туындылар тырнақалды туынды, жастар киносы, студенттік кино, анимация аталымдары бойынша сынға түседі. Алдағы фестивальға қатысты өткен баспасөз мәслихатында Кончаловский кинотуындылардың өзін-өзі ақтау мәселесін көтерді. Оның айтуынша, кино ұзақ уақыт тек мемлекеттің ақшасымен өмір сүре алмайды. Қазақстанда кинотуындылар шығаруға бір кісідей атсалысып жүрмін. Соңғы кезде мемлекет тарапынан үлкен көңілдер бөлініп жүргенін білемін. Мәселен, қаржы жағынан. Бірақ олар қашанғы қаржыландыра береді дейсіз. Күндердің күнінде ол да азаяды, бітеді. Керісінше ақша сырттан келу керек. Қазақстан болсын, Ресей болсын, бүгінде екі ел де өз өнімдерін сата алмай отыр. Бізден ақпарат күтіңіз.